Осында үй барша халқыма жұғысты болсын. Северо-запад мөлтек ауданынан бүгін тамаша райт стильді үйімізді 8 соттық жер теліммен угловой обзор жасауға келіп қалдық. Қараңыздар, жап-жаңа жарқыраған үй, террасасы бар, осындай витражный терезелер, алдында өте үлкен навес, көгалдандырылған, және де артық ештеңкесі жоқ. Дайын кіріп тұра беретін үйіміз. Әрбір көрерменім, Аллахым, баспаналы болыңыздар. Кеттік бірге ішін обзор жасайық. Биік бастырма освещениесімен бірнеше автокөлікке арналған, автоматтандырылған қақпа, асфальттанған көше. Мына қараңыздар. Мынау тамаша ауласы. Алдыңғы көрінісі, мына қараңыздар. Терраса, өте үлкен фундамент, полның бәрі гранит, балясинаның бәрі таза натуральный травертин. Мынау тағы ас бөлмеден шығатын есігі бар екен. Осындай керемет үй. Обзор жасалынуда. Северо-запад мөлтек ауданында орналасқан жері. Өте тыныш аудан. Ал үйіміздің ішіне кірдік. Жарқыраған неке. Жап-жаңа 2024 жылы салынған үйіміз. Төбе биіктіктері көріп тұрсыздар, где-то 3-7 құрайды. Кірген кезде сол қанатымызда осындай керемет үлкен гардеробная, оң қанатымызда айна, неке осындай кең кіреберіс үй жан-жақты. Неке қараңыздар, төрімізде зал бөлмесі, столовая, холл. Шетінен обзор жасайық. Мына оң қанатымызда қараңыздар, не деген керемет кең столовая. Неке столовая күнделікті отбасыңызбен отыратын столовая. Біз анау через столовая, кухня. Үлкен кухнямыз толық жиһаздармен жабдықталған. И және техникамызда и террасаға шығып кететін есігіміз бар. Және бұл жағында тағы да рабочая кухнямыз бар екен. Мынау кухняға шығып кететін барбекю зонамыз. Мына үйдің ішінде барбекю зона, санторап және задний аулаға шығып кететін тағы да есігіміз бар. Ал мынау кірген кезде мінеке сырттан сол қанатымызда біздің отбасылық үлкен холл бөлмеміз. Қараңыздар, шына жағымызда үлкен баспалдақ, ТВ-зона, бұл холл бөлмесі. Жарқыраған люстралар, өте жарасымды дизайнерлік сәнді ремонт. Ал мынау баспалдақтың астында кладовка және бір қазақша бөлмеміз бар. Бір жатын бөлме, қазақша бөлме, бірінші қабатта. Әрбір көрерменіне, Аллахым, осындай үйлер жұғысты болсын, берсін. Ал мынау төрде зал бөлмеміз, қараңыздар. Бұл жерде де толық жиһаздармен жабдықталған. Барлық жерде міне турецкий қымбат бренд жиһаздар. Үйіміз дайын, упакованный, кіріп тұра беретін осындай тамаша үй. Әрбір қазағыма жұғысты болсын, берсін. Сонымен қатар бірінші қабатта бізде тағы да мінеке мына жерде бірінші санторабымыз, қонақтарға арналған душевая. Енді бізде обзор екінші қабат қалып тұр. Қараңыздаршы, тамаша не бір осындай керемет үйлер біздің базамызда жеткілікті. Осындай үй іздеп жүрген болсаңыздар, достарыңыз үй іздеп жатқан болса, бізге міндетті түрде шықсаңыздар, біз сіздерге осындай подборка жасап бірнеше үйлерді ұсынуға дайынбыз. Realty Шымкент парақшасы сіздерге әрдайым қызмет жасаудан жалықпайды. Бұл біздің үйіміз Северо-запад мөлтек ауданында орналасқан керемет райт стильді үйіміздің бірі. Кеттік екінші қабатты тамашалайық. Ал мына керемет баспалдақпен екінші қабатқа шығамыз. Қараңыздар, не деген тамаша
расположение комнат. Міне екінші қабатта шағын ғана коридордан жуынатын бөлме, детская, 1, 2, 3, сонымен қатар 4 жатын бөлме. Шетінен давайте обзор жасайық. Мынау бізде кондиционер орнатылған. Мынау екінші этаждың холлы. Мынау ванная комнатасы, осы балдарға арналған жуынатын бөлме. Мына жерде балдар бар екен. Бұл шағын ғана детская комната бірінші. Мынау да балдарға арналған кең, осындай барлық жерде турецкий жиһаздарымен. Ар жағында балконы бар. Қазір көрсететін боламыз. Ортасында тағы бір жатын бөлме. Бұл жатын бөлме мінекей тоже жиһаздармен жабдықталған. Әдемі жарасымды. Ал мынау бізде балконы бар. Именно осы бөлмеден шығатын балкон бар екен. Есігіміз, балконымыз. И қазір мастер спальнямыз қалып тұр обзорда. Мынау біздің уже 4-ші жатын бөлмеміз. Бұл жеке өзінің санторабымен кең, мына қараңыздаршы. Осындай тамаша, өте үлкен хозяйская спальня. Өзінің жеке гардероб санузелі. Мынау бізде санузел үйге келердің. И және мына жерде гардеробның үстінде аккуратный 420 шаршы метрден тұратын үйіміз. Северо-запад мультикауданында толық обзор жасалынып бітті. Үлкен үй іздеп жатқан жандарға бұл таптырмайтын вариант болып саналады. Әрбір көрерменім Аллахым 2026 жылы үйлі болсын, осындай үй баршаңызға жұғысты.